Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үйлеріңізде піскен ет болса, піскен еттен өте дәмді болып шығатын макарон жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен табамызды майын құйып қыздырып аламыз да үстіне турап алған пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Одан кейін турап алған картоптарымызды салып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Үстінен үлкен қасықпен томат пастасын қосамыз. Және де дәміне қарай қара бұрыш, паприка және де кез келген приправа түрін қоссаңыздар болады. Барлығын бір келкі болғанша араластырып аласыздар. Сонымен қатар дәміне қарай тұзын қосып, оны да жақсылап бір араластырып алыңыздар. Енді үстінен піскен етімізді турап салатын боламыз. Барлығын жақсылап бір араластырып қуырып аласыздар. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, маған лайк басып, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне салқын суымызды құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Осылай тамағымыз бұрқылдап қайнаған кезде үстінен кез келген макарон түрлерін қосып пісіресіздер. Және де дәмін көріп, тұзы жоқ болса тұзын қосып аласыздар. Мен осындай ракушка макарондарымды салып пісіретін боламын. Макарондарымды салып алдым, енді бетін жауып піскенін күтеміз. Макаронымыз 15-20 минутта пісіп шығатын болады. Міне осымен біздің өте тез жылдам жасалатын піскен еттен жасалған макаронымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де өз достарыңызбен бөлісіп, поделиться батырмасын басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.